Сәлем достар, біз сыртында жүрек өрнегі бар пирог жасаймыз. Ол үшін 4 жұмыртқа 200 граммдай қант керек болады. Сосын екеуін жақсылап араластыруымыз қажет. Екеуі бір-біріне араласып, өзіндік масса қалыптасу қажет. Сол кезде бізде жақсы начало, яғни басы жақсы болып кетеді. Бұны фундаменті десек те болады. Бұл жұмыртқамен шекердің араласуы, бұл басы фундамент деп қараймыз. Араластыра береміз, жақсылап тұрып, оның түйіршіктердің бәрі кету қажет. Содан кейін айран қосамыз. Ол айран бір кеседен сәл көп болса да болады. Солай араластырып, оны да араластыратын боламыз. Әрине айран қосқаннан кейін ол шамалы ағара бастайды. Тестамыз ағара бастайды кішкене. Ол бірақ ешқандай қорқынышты нәрсе емес, өзінің болатын процесі болып табылады. Осылай араластыра береміз. Өзінің көпіршігі де әдемі болып шығатын болады. Енді ол араласа бергеннен кейін де біз оның тестоның қандай болып шығатынына байланысты. Енді бір шай қасықтан кішкене көп сода салып жіберулеріңіз керек. Сонда бұл үлкеюіне әсер етеді. Сосын араластырамыз әрі қарай. Жалпы барлық нәрсе араластырудан тұрады. Содан кейін біз ақ май немесе өсімдік майын кәдімгі алып 5 ас қасық салуымыз керек. 5 ас қасық қосып, оны да араластырамыз. Май мен тестамыз арасында ешқандай айырмашылық, арақашықтық қалмайтындай, біркелкі масса болатындай қылып араластырамыз. Одан кейін ұн саламыз. Ұнды біз бірден бәрін салып тастамаймыз. Бөлік-бөлікке бөліп, оның әрбір бөлігін жақсылап тұрып араластыруымыз керек. Ешқандай бір түйіршігі қалмайтындай болып араласуы қажет. Ұнды негізінен електен міндетті түрде өткізіп тұрып, араластырғандарыңыз жөн. Сонда ғана сіздерде жақсы масса, жақсы тесто шығатын болады. Жақсылап барлығын 2-3 бөлікке бөліп мен араластырып шықтым. Сонда бізде тестамыз қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, біркелкі жақсы массамыз, тестамыз шығатын болады. Осылай мен араластырып шықтым барлығын. Әрине бір қолыңда камераны ұстап тұрып, екінші қолмен осылай айналдырған оңай емес. Дегенмен де менің ойымша жақсы шығып жатыр деп ойлаймын. Осылай жақсылап араластыра береміз. Оның негізгі массасы ешқандай артық түйіршіксіз болып шығу керек. Сол үшін мен қаттырақ араластыруға тырысамын. Міне осылай кесеге бөліп аламыз да, пищевой краситель ұнтақты барлық магазиндерде сатылады деп ойлаймын. 1 шай қасық қосып жібереміз. Әдемі, өзіндік әдемі қып-қызыл түс шығады. Себебі бұл қызыл түс өте әдемілік бергендіктен мен қызыл түсті таңдап алдым. Міне осылай араластырдым. Жақсылап тұрып, бұл да массаға жақсылап біркелкі араласу керек ұнтағымызда. Қытырлап ұнтақ болып қалмау үшін. Араластырып алдық, бөліп. Міне енді қызық процесс басталады. Міне осылай 2 шай қасықтан қосып шықтым әрбір бөлігіне. Сөйттім дағыны осылай шпажканың көмегімен немесе тіс шығғыштың көмегімен жасап шықсаңыздар болады. Өте әдемі жүректер пайда болады. Өте сүйкімді әдемі болып шығады, достар. Бірақ піскен кезде қатты төбесіндегі жүректері көрінбей қалуы да мүмкін. Ол нормально, бірақ менде ішінде әдемі болып қызыл красительдегі массамыз шықты. Міне достар, сау болыңыздар, ас болсын.